Сәлем, баршаңызға ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Бүгін осындай әдемі кешкі ас дайындайтын боламыз. 3 ақ заттан тұрады: ет, картошка, жуа. Сұйық майымызды құйып, менде 10 картошка ашыдым, 10 картошканы салып аламыз. Осылай. Картоптарымыз міндетті түрде майға батып тұру керек. Отыз минуттай жай отта қызарғанша қуыратын боламыз. Мен картошканы салып алдым. Май қызып жатыр. Май қызып жатыр. Мінекей картоптарымыз қызыл болды. Осылай қызыл болу керек картоптар. Міне қызарып бастап жатыр шаймен деп. Тағы да кішкене уақытқа қоямыз. Мінекей осылай қызарды картоптар. Мінекей осылай. Осыны енді жарайды, осы қызарған түсіріп аламыз. Содан соң осы қызып тұрған майға жаңағы етімізді саламыз. Етімізді салып аламыз. Етті мен 40 минуттай пісірдім. Бірақ сіз қандай етке байланысты, соған байланысты пісіресіз. Егер де кәрі мал болса, көптеу, тез пісетін жас мал болса, онда аздау уақытта пісіресіз, 30 минуттай. Осылай майға қыздырып аламыз. Екеуін былғап аламыз арасында. Қақпағын жауып қоямыз. Мен просто видео түсіргенде қақпаға жауып қойған, түсірген жоқпын. Қақпағын жауып солай қоясыздар. Етімді салып алам. Уже 40 минут өтті. Етімді салып, майды азайтамыз. Майды кішкене ғана осындай қылып азайтып, қалғанын құйып аламыз. Соған жуамызды шығарамыз. Кішкене ғана майға. Осылай. Қатты кішкене салмаңыз. Орташа. Және қайтадан жаңа картоп пен етімізді салып, қайтадан тағы да 20-30 минутқа қоямыз. Қарайсыз қалай піскеніне. Қоямыз. Орташа отта. Мінекей былғап аламыз осылай. Жуаларымыз қызарып жатыр. Етімізде қызарып жатыр. Мінекей пісіп қалды. Енді осыны салып аламыз. Осылай керемет кешкі ас шықты. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Рахмет. Ас болсын бәріңізге.